Сәлематсыздар ма оқушылар? Оқу мақсаттары 11-де 1.7 цилиндрдің анықтамасын, оның элементтерін білу, цилиндрді жазықтықта кескіндей алу. Кеңістіктегі фигуралардың ішінде көп жақтардан басқа айналу денелері деп аталатын фигуралар ерекше орын алады. Практикада бізге фигураларды жазықтықта бұруға қарағанда фигураларды кеңістікте өстен айналдыра бұру жиі кездеседі. Біз күнделікті өмірде денелердің өз-өсінен айналуын бақылап та куә болып та жүрміз. Мысалы, жер күнді айнала қозғала отырып, өз-өсінен де айналады, күннің де өз айналу өсі бар, және ол өз-өсінен айналады. Сонымен қатар, диірмен қалақтарының қозғалысы фигураның өз-өсінен айналуына мысал бола алады. Қол диірмені де мысал болады. Айналу өстері әсіресе дөңгелек фигураларда жиі кездеседі. Сондықтан оларды кейде айналу денелері деп те атайды. Айналу денелері цилиндр, конус, шар болып бөлінеді. Геометриялық фигура цилиндрді өмірде жиі кездестіреміз. Бұл фигураны қалай анықтап салуға болады? Соны бүгінгі сабақта қарастырамыз. Енді тарихи мағлұматқа көз жүгіртсек, цилиндр сөзі гректің сөзінен алынған. Ол валик, оқтау мағынасын білдіреді. Біз цилиндрді айналу денесі ретінде қарастырамыз. Жалпы бізді қоршаған ортада, тұрмыста цилиндр пішіндес заттар, объектілер жиі кездеседі. Металдан жасалған бөшкелер, консерві банкылары, хоккейдің шайбасы және тағы да басқа. Тұрмыста, сәулет өнерінде, табиғатта цилиндр пішіндес денелер жиі кездеседі. Енді цилиндрдің анықтамасына тоқталайық. Ол үшін біздер альфа және бетта параллель жастықтарын аламыз. Және сол жастықтарда орналасқан радиусы r-ге тең болатын екі дөңгелек аламыз. Сол дөңгелектерді перпендикуляр болатын және өзара параллель болатын кесінділермен қосамыз. Сонда бізде цилиндр фигурасы пайда болады. Цилиндрдің элементтерімен таныс болыңыздар. Параллель жастықта орналасқан дөңгелектерді цилиндрдің табандары деп атаймыз. Дөңгелектердің радиустарын цилиндрдің радиусы деп атаймыз. Дөңгелектердің центрлерін қосатын кесіндіні цилиндрдің биіктігі деп атаймыз. Цилиндрдің биіктігі және дөңгелектердің центрлері арқылы өтетін түзуді цилиндрдің өсі деп атаймыз. Және дөңгелектерге перпендикуляр және өзара параллель орналасқан кесінділерді цилиндрдің жасаушылары деп атаймыз. Енді оқушылар, цилиндрдің дөңгелектерімен және жасаушыларымен шектелген бөлігін цилиндрдің бүйір беті деп атаймыз. Енді мына жерде бейне көрсетілімде цилиндрдің бүйір беті сіздерге анық көрініп тұр. Цилиндр деп тік төртбұрышты оның қабырғаларының бірінен айналдырғанда шығатын фигураны атайды. Енді мына бейне көрсетілімге назар аударайық. Бейне көрсетілімде А, Д, С, В тік төртбұрышының Д-сы қабырғасынан айналдырған уақытта бізде цилиндр фигурасы пайда болып тұр. Яғни мына жерде тік төртбұрыштың С-ды қабырғасы цилиндрдің биіктігін береді. Ал екінші қабырғасы, А-ды қабырғасы цилиндрдің дөңгелегінің радиусын береді. Цилиндрдің элементтерінің қасиеттеріне тоқталайық. Цилиндрдің табандары тең болады. Және цилиндрдің табандары өзара параллель болады. Және параллель жастықтарда жатады. Цилиндрдің жасаушылары өзара параллель және тең болады. Енді цилиндрдің түрлеріне тоқталайық. Цилиндрдің екі түрі бар. Тік цилиндр және көлбеу цилиндр. Егер цилиндрдің жасаушылары
табандарына перпендикуляр болса, онда ол цилиндрді тік цилиндр деп атаймыз. Ал егерде цилиндрдің жасаушылары табанына қандайда бір альпі бұрышпен жасап көлбеген болса, онда ол цилиндрді көлбеу цилиндр деп атайды. Егер цилиндрдің бетін табан шеңберлері бойымен және қайсы бір жасаушысының бойымен қиып алып, жазып жіберсек, цилиндрдің жазбасын аламыз. Міне қараңыздар, цилиндрдің жазбасы сонда тік төртбұрыш және өзара тең екі дөңгелектен тұрады екен. Сонымен қатар мына бейне көрсетілімде цилиндрдің жазбасы анық көрсетіліп тұр. Бейне көрсетілімді қарайтын болсақ, сонда тік төртбұрыш және екі дөңгелектен тұратындығы бейне көрсетілімде анық байқалып тұр. Цилиндрдің қимасы. Цилиндрдің жазықтық пен қимасы деп цилиндр мен жазықтықтың ортақ бөлігін атайды. Цилиндрдің әртүрлі жазықтықтар мен қимасын қарастырайық. Өстік қима. Қиманы цилиндрдің өсі арқылы жүргізуге болады. Егерде өсі арқылы жазықтық жүргізетін болсақ, онда бізде АБС-ді тік төртбұрышы пайда болады. Осы АБС-ді тік төртбұрышы өстік қима деп аталады. Дербес жағдайда өстік қима қабырғалары цилиндрдің биіктігіне және табанның диаметріне тең тік төртбұрыш болады. О обыр өсіне параллель жазықтықпен қимасы. Егерде О обыр өсіне параллель жазықтық жүргізетін болсақ, онда АБС-ді тік төртбұрышы О обыр өсіне параллель болады. Енді мына бейне көрсетілімде цилиндр қимасының түрлері анық көрініп тұр. Мына жерде АБК сыбыр тік төртбұрышы өстік қиманы береді. Келесі БДСК тік төртбұрышы бұл обыр O2 өсіне параллель қима. Өске перпендикуляр жазықтық пен қимасы. Егер цилиндрдің табанына параллель және цилиндрдің өсіне перпендикуляр жазықтықпен қиса, онда қима оның табанына тең дөңгелек болады. Өспен бұрыш жасап қиятын жазықтықпен қимасы. Егерде цилиндрді қиятын жазықтық табанына параллель болмаса және цилиндрдің өсіне перпендикуляр болмаса, онда қима эллипс тәрізді болады. Цилиндрдің қимасынан мына фигуралар алынады. Тік төртбұрыш, квадрат, дөңгелек және эллипс. Цилиндрдің АБ жасаушысы арқылы өтетін және онымен басқа ортақ нүктелер жоқ гамма жазықтығы цилиндрге жанама жазықтық деп аталады. Оқушылар, сіздер бүгін оқу мақсаты бойынша цилиндрдің анықтамасы және оның элементтері, әртүрлі жазықтық пен қималары, цилиндрдің жазбасымен таныстыңдар. Сол бойынша бекіту тапсырмаларын орындаймыз. Ал алғашқы бекіту тапсырмаларын миға шабуыл ретінде ауызша орындаймыз. Бірінші тапсырма: берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс және бұрыс. Сіздерге уақыт беремін. Сәл ғана уақыттан кейін өз жауаптарыңды менің дұрыс жауабыммен салыстырасыңдар. Ал салыстырайық. Табанына перпендикуляр жазықтықпен кез келген қимасы табанына тең дөңгелек болады. Бұрыс. Цилиндрдің жазықтықпен кез келген қимасы дөңгелек болады. Бұрыс. Цилиндрдің өсіне перпендикуляр жазықтықпен қимасы оның табанына тең болады. Дұрыс. Цилиндрдің қималары дөңгелек, тік төртбұрыш, эллипс болуы мүмкін. Дұрыс. Екінші тапсырма: сәйкестендіру. Сіздерге 4 сұрақ беріледі, соған сәйкес жауабын табасыңдар. Сәл ғана уақыттан кейін өз жауаптарыңды
менің дұрыс жауабыммен салыстырасыңдар. Уақыт кетті. Менің дұрыс жауабым 1 В, 2 Д, 3 А, 4 С. Үшінші тапсырма, сөйлемді аяқтаңыз. Бұл тапсырманы орындау үшін мына бейне көрсетілім назарларыңызға ұсынып отыр. Уақыт кетті. Енді өз жауаптарында менің дұрыс жауабыммен салыстырайық. Егер цилиндрдің табанының диаметрі 2 дециметр, ал биіктігі 14 дециметр болса, онда бұл цилиндр қабырғалары 1 дециметр және 14 дециметр болатын тік төртбұрыштың бір қабырғасынан айналдырғаннан пайда болды. Оқушылар, практикалық жұмысты орындаймыз. Төртінші тапсырма. Цилиндрдің табанының радиусы 2,15 см, биіктігі 12 см. Өстік қимасының диагоналын табыңыз. Осы есептің шығарылу жолын сіздерге түсіндірейін. Бұл есепте цилиндрдің табанының радиусы берілген 2,15 см. Және биіктігі берілген. Енді бізде алдында түсіндірілгендей, биіктігі жасаушысына тең әлі параллель болады. Бізде өстік қима ABCD тік төртбұрышы. Осы өстік қимасы тік төртбұрыш болып табылғандықтан, ДБ диагоналы осы тік төртбұрышты 2 тең тік бұрышты үшбұрышқа бөледі. Соның ДБ-сы тік бұрышты үшбұрышын қарастырамыз. Енді бізде осы тік бұрышты үшбұрыштың ДС қабырғасы, ДС катеті бұл радиустың екеселенген көбейтіндісіне тең болады, яғни 5 сантиметрге тең. ДБ диагоналы осы үшбұрыштың гипотенузасы болып табылады. Тік бұрышты үшбұрыш үшін ДБ диагоналын табу үшін гипотенуза болғандықтан Пифагор теоремасын қарастырамыз. Пифагор теоремасы бойынша гипотенузаның квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең. Олай болса, катеттердің мәндерін орнына қоямыз. 5-тің квадраты қосылған 12-нің квадраты бұл түбір астында 169-ға тең. Түбірден 13 шығады. Олай болса, ДБ диагоналы 13 сантиметрге тең. 5-ші тапсырма. Цилиндрдің радиусын табыңыз. Сызбада көрсетілгендей, цилиндрдің қимасы тік төртбұрыш болып табылады. Сол қиманың диагоналы АБ диагоналы 4-ке тең және табан жазықтығымен 30 градус бұрыш жасап көлбеген. Оқушылар, есепті бірігіп отырып шығарамыз. Бұл есепті шығару үшін бірінші АБ-сы тік бұрышты үшбұрышын қарастырамыз. Бізге керекті ізделінді АО радиусы үшбұрыштың асы катетінің жартысы. Үшінші, тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының косинусының анықтамасы бойынша косинус 30 градус асының, яғни іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасын береді. Сондықтан осы жерден асы қабырғасын табу үшін АБ гипотенузасын косинус 30 градусқа көбейтеміз. Сонда асы катеті 2 түбір астында 3-ке тең. Төртінші, тік бұрышты үшбұрыштың асы катеті диаметрге тең. Олай болса, АО диаметрдің жартысына тең болады, радиус болғандықтан. Сондықтан радиус түбір астында 3-ке тең. Сонымен оқушылар, біздер цилиндр тақырыбына есептер шығардық. Алда цилиндрге есептер берілген уақытта мынаны назарларыңызға ұстаңыздар. Егер есепте цилиндр сөзі берілсе, онда
тік цилиндрді қарастыру қажет. Ал егерде көлбеу цилиндр берілсе, онда цилиндрдің көлбеулігі айтылады. Сонымен оқушылар, біздер бүгінгі оқу мақсатына жеттік. Енді үйге тапсырма. Бірінші тақырыпты оқу, екінші есептер шығару. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.